балалардың слаймды мынау столдың үстіне қойсаң, былай ағып кетеді. Тура сол сияқты сенің миыңда ленивый мозг болып қалады. Яғни сансараның ішінде қайталанып жүре бересің. Яғни сенің өміріңде бір проблема түрлі ситуациялармен қайталанып келе береді. Яғни көп әйелдер күйеуіне доказать еткісі келеді, мен мықтымын, сенен көп ақша таба аламын, primary женщин деген сияқты ше. Ол дүние қыздар, ол жарысқа кетіп қалады. Сен күресіп жүресің, өмір бойы сен күрескер состояниесінде өмірің өтіп кетеді. Дұрыс емес деген нәрселермен көбірек өмір сүріп кетесің да, өз өміріңнің бытышын жарып тастайсың. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бізде бүгін жаңа видео, жаңа сабақ, жаңа формат. Бүгін біз сіздермен өте керемет әр адамның өзін табуы жайлы, жалпы өте ауқымды қазіргі адамдардың запростары жайлы сөйлесетін боламыз. Ал оны айтатын мен сіздерге Аида Наурызбаева, психолог, психотерапевт, 10 жылдық тәжірибесі бар, дипломированный маман ретінде сіздерге қазіргі көп адамдардың запросы өзін таба алмау, бір саладан екінші салаға көшу, бір істі соңына дейін тиянақты жүргізе алмау, шыдамсыздық, ақша табудағы шыдамсыздық, отношениядағы шыдамсыздық, жалпы тревожный состояниялар туралы әңгімені айтатын боламыз. Парақшаға тіркеліп кетіңіздер, жақын адамдарыңызбен бөлісе кетіңіздер, лайк басып қолдап кетсеңіздер, келесіде бұдан да күшті видеолармен сіздермен бөлісіп отыратын болам. Ал енді қазіргі көп адамдардың өзін таба алмауының себебі асығыстықта деген келеді. Яғни қазір көп адамдар асығып кеткендіктен, бір нәрсені қалайды, быстрый результат көргісі келгендіктен, сразу бір істі бастайды да. Мысал үшін қазір стримда ванхун сату мода болса, ванхун болып кетеді. Ванхунды тастайды да, одан кейін жаңағы искусственный интеллект мода болса, искусственный интеллект дейді. Психология мода болса, психология дейді. Яғни женская одежда сату керек болса, женская одежда дейді. Яғни каждый нәрседен бір саладан көшіп, бір дүниені до конца, яғни тұрақты түрде, дисциплинированный түрде, сонын ізденіп, тауып, әрекетін жасамайды. Шыдамсыздана береді. Сол себептен де қыздар, жігіттер, мені көріп отырған оқырмандар, сіздер бұл өмірде ең бірінші өзіңіздің сүйікті ісіңізді табу үшін өзіңізге дұрыс сұрақ қоюды үйреніңіздер. Қазір адамдардың мәселесі дұрыс сұрақ қоя алмайды. Көп адамдар, кеше мен сабақта болдым, сол жерде Дон Тапскат айтады. Яғни адамдар дейді, болашақта алдағы 10 жыл уақытта сіздер дұрыс сұрақ қойған адам жеңімпаз болады дейді. Адамдар дейді, бұл өмірде сұраққа жауап берген, сұрақтың быстрый решениесін берген адамдар емес дейді. Дұрыс сұрақ қоя алған адамдар, неудобный сұрақ қоюға ұялмаған адамдар, білмеген нәрсесін сұрап, ізденуге, талпынуға жаңағыдай әрекетін жасаған адамдар, солар нағыз жеңімпаз, нағыз өмірді жеңген адамдар болады дейді. Сол үшін де қазір мен офлайн сабақтар өте көп өтемін. Алматыда, Астанада, Қазақстанның барлық қалаларында турлар жасаймын. Сол жерде маған сұрақ қой деген кезде көп адам сұрақ айтпайды, проблема айтып кетеді. Яғни сұрағын қандай десең, ойын жинақтай алмай тұрады. Ал енді мәселе қайда жатыр? Ойды жинақтас алмағандықта. Ойдың бәрінде информация көп, проблема көп, сенің миың, ойларың шашыраңқы, миың жаттықпаған, содан кейін сенің өміріңде түрлі не болады? Қиындықтар болады. Өзіңді таба алмайсың. Біздің денемізді қалай біз жаттықтырып тұрамыз, тура сол сияқты біздің миымызды да жиі жаттықтырып тұруымыз қажет. Ал сіз миыңызды жаттықтырмайсыз ба, ол мынау балалардың слаймын кім көрген? Балалардың слаймды мынау столдың үстіне қойсаң, былай ағып кетеді. Тура сол сияқты сенің миыңда ленивый мозг болып қалады. Яғни сенің миыңды жалқаулық басқарып алады. Сен бір нәрсе істегің келеді, жалқаулық шығады. Сен бір нәрсе істегің келеді, қорқыныш шығады. Сен бір нәрсе істегің келеді, салыстыру шығады. Сен бір нәрсе істегің келеді, құнсыздандыру шығады. Яғни сен осы төртеуіне сенесің да, өзіңнің әрекетіңді көрмейсің, өмірге ренжисің. Бір домалақ шеңбердің ішінде, психологияда оны сансара дейді. Сансараның ішінде қайталанып жүре бересің. Яғни сенің өміріңде бір проблема түрлі ситуациялармен қайталанып келе береді. Яғни сен кез келген жұмысты берекем жоқ деп өзіңді алдамай, лучше сол сансарадан шығып кетуге әрекет жаса, шектеулерден шығып кетуге әрекет жаса. Сенің өміріңде сен өз өміріңнің авторсың деп мен всегда айтамын. Бұл өмірде, адамның өмірінде состояние 4 түрге бөлінеді. 4 түрлі состояние бар. Яғни бірінші состояние ол жертва, екінші состояние ол игрок,
Үшінші состояние ол воин, төртінші состояние ол творец, создатель. Ол создатель деген құдай емес, ол өзіңнің өмірін просто создавать етесің, все деген сияқты. Ал енді қараңыздар, бірінші состояние жертва состояниесі болады. Жертва адамдар құрбан адамдар дейді қазақша айтқанда. Сен өзіңнің құрбан екенін қалай танисың? Қазір осы видеода, егер осы белгілер ойыңда болса, комментарийға жазып отыр. Өзіңмен өзің жазып отыр. Жазғанда сенің есіңде жақсы қалады. Видеоны көрген кезде сенің осы ақпараттар барлық сенің қазір миыңа жазылып жатыр. Ал сен комментарий жазып отыратын болсаң, олар сенің түп санаңа енетін болады. Енді қара, сен жертва болсаң, всегда өмірге шағымданасың. Сен жертва болсаң, всегда өзіңді салыстырасың. Сен жертва болсаң, всегда біреуден бір нәрсе күтіп отырасың. Сен жертва болсаң, всегда бір істі бастайсың, бірақ соңынан жеткізе алмайсың, өйткені сен жертвасың, сен құрбансың. Сен өзіңді құрбандыққа шалып жібересің. Мысалы үшін сенде выбор тұрады. Сен өзіңнің саморазвитияңа ақша құю, или болмаса қыдыруға ақша құю. Сен қыдырып ақшаң бәрін ішіп жеп жасайсың да, одан кейін не істейсің? Жертва боласың. Мен дамымаймын, менің қолымнан келмейді. Қазір Қазақстан емес, әлем бойынша кризис болып жатыр. Бағана маған айтады, мықты кәсіпкер, Францияның министр өкілі, өте бүкіл әлемді зерттеген Жозе Мануэль деген кісі бар. Сол кісі қазір бүкіл әлемде кризис болып жатыр дейді. Яғни адамдар қазір менің қолымнан келмейді деген сөз айтатын болса, ол бұл өмірде просто жоқ болып кетеді дейді. Либо ол дноға түсіп кетеді дейді, либо ол вообще ешқашан еңсесін көтере алмаған адам болады дейді. Сол үшін де не істеуіміз керек? Менің қолымнан келмейді деген дүниені алып тастауымыз керек. Сен қолыңнан бәрі келеді. Просто сен соны не істеуің керек? Келесі играға өтуің керек. Яғни сен таңдайсың. Окей, сен осы видеодан көрдің, жертва екенін таныдың, енді сен решение қабылдайсың. Сен енді шешім қабылдайсың. Қандай шешім? Бірінші игрокқа өтесің. Игрок деген ол не? Өз өмірін ойнай бастайды. Уже ойнайсың сен, сезімдеріңмен ойнайсың, өзіңді басқарасың. Сен уже жаңағы үлкен ақшамен ойнап көресің. Адамдардың жаңағыдай отношенияда түрлі позициялар қолданып көресің. Бірақ ол ешкімге зардабы тимеу керек. Особенно саған зардабы тимеу керек. Одан кейінгі позиция воин. Воин деген кім ол? Біз күрескер позициясында, көп адам қазір күрескер позициясында жүр. Я докажу деген. Көп әйелдер күйеуіне доказать еткісі келеді, мен мықтымын, сенен көп ақша таба аламын. Primary женщин деген сияқты ше. Ол дүние қыздар, ол жарысқа кетіп қалады. Сен күресіп жүресің, өмір бойы сен күрескер состояниесінде өмірің өтіп кетеді. Сен просто өміріңді былай қарасаң, барлық өмірін күресіп тастадың да ше. Бір Геннадий Головкин сияқты, Еркебұлан Тоқтар сияқты күресудің қажеті жоқ. Өйткені олардың ол мамандығы. Олар ол өмірде күресіп өмір сүреді. Ал сен бұл өмірде әйелсің ба, еркексің ба, бұл состояниядан шығу керек. Ал ол состояние қандай? Келесі состояние? Создатель. Создатель деген не ол? Құрастырушы. Қазақша айтқан кезде біз бала кезде конструктор құрастыратын едік. Дұрыс па? Құмнан неше түрлі үйшіктер ойнайтын едік. Өскен кезде біз не істейміз? Бәрін тоқтатамыз. Адамның миы 20 жасқа дейін аш болады. 20 жасқа дейін сен қатты ізденесің. 20 жас пен 30 жастың арасында адамның миында дұрыс бұрыс деген нәрсе қалыптасады. Мысалы үшін 20 мен 30 арасында біреу барып аэропорттың ішінде мама деп айқайлап жүрмейді. 5 жасар бала адасып кетсе мама деп жылап айқайлап жүруі мүмкін. Ал 20 мен 30 жас арасындағы адам әрекет істейді, мамасын іздегісі келеді, құтқарушыға және де охранаға жүгінеді. Дұрыс па? Адам уже решение істейді. Сен өзіңе дұрыс және бұрыс деген шектеу қойып қоясың. Все, сөзіне сен дұрыс емес деген нәрселермен көбірек өмір сүріп кетесің да, өз өміріңнің бытышын жарып тастайсың. Дұрыс емес деген нәрселер тоқтату керек та, дұрыс, мынау әрекеттерім орынды, мынау адам жақсы дейсің. Мысалы, біз қазір көп уақытымызды түсінбеген адамға түсіндіруге әрекет жасаймыз. Соқыр адамға сен қызыл түстің қандай екенін түсіндіре аласың ба? Түсіндіре алмайсың. Өйткені ол соқыр. Ал сен қызыл екенін қандай екенін түсіндіре алмайсың. Тура сол сияқты көзі ашық, көкірегі ояу адам болмаса, адам бір ауыз сөзден өмірін түбегейлі өзгертуі мүмкін. Ал ол адамның әлі санасы оянбаған болса, ол сені түсінуге дайын болмаса, ол өмір бақи сені түсінбейтін болады. Сол себептен де я докажу деген состоянияда сіздер соқыр адамға қызыл түстің қандай екенін дәлелдегіңіз келген секілді, күйеуіңізге, мүмкін анаңызға, мүмкін қасыңыздағы досыңызға бір нәрсені дәлелдеймін деп өміріңізді быт-шытын шығармай создавать етіңіздер, құрастырыңыздар. Қарым-қатынасты құрастыру керек, бизнесті құрастыру керек, баламен қарым-қатынасты дұрыстау керек, өзіңнің денсаулығыңды, фигураңды, мышленияңды, ойлауыңды, креативностьті барлығын дұрыстайтын болсаң, яғни құрастыратын болсаң, сен өмірде өз орныңды тапқан, жетістікке жеткен және сен үшін адамдар таласатын, всегда саған ақша төлеуге дайын болатын және де саған тартылып тұратын адамға айналатын боласың.
Ал енді құрметті оқырман, құрметті көрермен, осы 4 позициядан өзіңізден қайсысын көрдіңіз? Сіз бұл өмірде кім екенсіз? Жертвасыз ба, игроксыз ба, сіз воинсыз ба, немесе өз өмірін құрастырып жүрген, қарым-қатынасы үшін алдыға ұмтылып жүрген, ақша табуға ұмтылып жүрген мықты тұлғасыз ба? Төменге жаза кетіңіздер, бір-бірімізбен танысып отырайық, парақшаға тіркеліп кетіңіздер. Өйткені алдағы уақытта осы рөлдерді қалай басқару керек, өз өміріңде мышленияны қалай басқару керек, жаңа психологияның алдағы 10 жылдағы бақыты, біздің елімізде қарым-қатынасқа не көмектеседі, біздің болашағымыз қандай болып келе жатыр, ақшаны қалай табуға болады, қалай сынып қалмауға болады, қалай выгоранияға түспеу керек, өте көп құнды сабақтар шығатын болады. Міндетті түрде алғашқылардың бірі болып көре алатын боласыздар. Сіздермен бірге болған мен Аида Наурызбаева, сіздерге сабақ өткеніме қуаныштымын. Осы берілген ақпараттарды өмірлеріңізде қолданады деп сенемін.